Қазіргі заман экологиялық тауқыметтері адам қолымен жасалып, бүкіл тіршілікке қауіп төндіріп келеді. Мемлекеттің өркендеуі халықтың денсаулығына тікелей тәуелді екені баршамызға мәлім. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында орналасқан Қошқар-Ата улы көлшігі Қазақстан бойынша ең улы көлшік болып саналады. Себебі мұнда КСРО әскери-өнеркәсіптік кешенінің кәсіпорындары уран өндірген болатын. Соның ішінде химия-металлургиялық және күкірт қышқылы зауыттары да болған. Тұтас технологиясын білмесек те, уранды осында шайып, тазарған күйінде басқа жерге жіберетіні бізге мәлім. Ал шайынды судың қалғанын қаланың түбіндегі Қошқар-Ата көлшігіне ағызып отырған. Бұл жерде бұрын тіпті көл де болмаған. Тек осы шайынды судың арқасында Қошқар-Ата атты сай көлге айналды. Аумағы 77 шаршы шақырымға жетті. Сөйтіп, бұл адамның қатысуымен техногендік әсерден пайда болған көл еді. Енді басты проблемаға тоқталып өтсек, 1990 жылдан бастап еліміз экономикалық дағдарысқа ұшырап, уран өндіру ісі тоқтатылған болатын. Ал табиғи толықтандыру болмағандықтан көл құрғай бастайды. Ендеше, Маңғыстаудың шілдедегі 50 градустық ыстығында не шыдаушы еді. Қазір көлдің көлемі 34 шаршы шақырымға азайған болатын, ал су кепкен жерде ураннан қалған неше түрлі радиоактивті заттар бар. Сондай-ақ көлдің құрамында неше түрлі рак, туберкулез ауруларымен қатар әртүрлі тері ауруларын қоздыратын нитрит, аммоний нитраты, фосфаттар және де тағы басқа атауға болатын химиялық элементтер бар. Экологтардың айтуы бойынша, әсіресе уран-138, радий-226, торий-230 адам ағзасын аса қауіп төндіреді. Олар кепкен күйде ауаға тарап, Ақтаудың үзіліссіз соққан желімен сол төңіректің бәрін улап жатыр. Солайша, көлдің маңындағы ғана емес, жалпы сол төңіректегі халықты түрлі ауруларға шалдықтырады.